İslam деген не? Анықтамасы. Ислам сөзбе-сөз бейбітшілік, өз нәпсіңді ауыздықтау, достық қарым-қатынас және келісім деген мағыналарды білдіреді. Ислам ұғымының мәнісі өзіңді Құдайдың еркіне толықтай тапсыру арқылы мәнді тыныш өмір мен мәңгілік бақытқа жету. Ардақты Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам түсірілген мұсылмандардың қасиетті кітабы Құран исламды адам табиғатына сай келетін дін ретінде түсіндіреді. Баланы оқыту әліппеден басталатындай, Құдай тағала өзінің пайғамбарларын әртүрлі замандарда, әртүрлі халықтарға жіберу арқылы адамзатқа дінді біртіндеп үйреткен. Әлемнің пайда болуынан басталған рухани жетекшілік ислам арқылы аяғына дейін жетілдірілді. Тәлімінің табиғаты. Әлемнің жетіліп дамуы түсіне алатын, ұғына алатын деңгейге жетіп, ең соңғы сабақты алуға дайын болғанда, Құдай тағала ардақты Мұхаммед Мұстафа арқылы саллаллаху алейхи уассалам ең соңғы әрі ең кемел кітапты түсірді. Бұл кітап бұрынғы түрлі діндерге еніп кеткен қателіктерді түзетіп қана қоймай, сондай-ақ бұрын-сонды айтылмаған ақиқаттарды да уағыз етеді. Өйткені оған дейінгі қоғам оларды қабылдауға дайын болмаған. Сонымен қатар, жетекшілік ретінде қандай халықтарға берілмесін, Құдайдан түскен барлық кітаптардағы ақиқаттарды Құран өзіне жинаған. Бұл туралы Құранда, оның ішінде ақиқат жазбалар бар, делінеді. Әрі Құран үздіксіз даму үстіндегі адамзаттың барлық рухани және ақылақтық қажеттіліктеріне жауап бере алады. Үміттің жолдауы. Ислам бойынша адам өмірінің мақсаты оның толыққанды жетілуінде. Адам күнәмен бірге туады деген сенімді ислам жоққа шығарады. Әр адамда кемел дамудың дәні бар. Сондықтан ол өз болашағын құрады ма, әлде қиратады ма, таңдауы өзінде деп үйретеді ислам. Құран, біз адамды ең жақсы үйлесімділікте жараттық деп мәлімдейді. Әлеуметтік жағдайына, дініне, түр-түсіне, шыққан жері мен тегіне байланысты кемсітпей, әлемдік бауырластықты орнату бұл исламның бірегей және теңдессіз ерекшелігі. Шыққан тегі, байлығы және әулетінің абыройлығы кездейсоқ құбылыстар. Ал қайырымды бола білу және адамзатқа қызмет ету, міне осылар шынайы құндылықтар. Ислам теңдік пен бауырластықтың тамаша ұстанымдарын адамзат қоғамының өмірі мен тіршілігіне ұсынып қана қоймай, оларды жүзеге асыра білді. Басты тәлімдері. Исламның ең басты тәлімі Алланың біреу екендігін тану. Алладан басқа ешкім құлшылыққа лайықты емес, және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оның елшісі. Құдай тағала кез келген кемшіліктерден таза. Ол пәк және аса керемет. Ол барлық жақсылықтың қайнары, барша мейірімділік пен күш-құдіреттің негізі. Оның ешқандай серігі жоқ. Ол тумады да туылмады. Бұндай нәрселер нәзік те әлсіз адамзатқа тән. Осы Құдайдың бірлігі турасындағы сенім исламның алғашқы және басты іргетасы болып саналады. Ал кез келген басқа сенімдері соның үстіне тұрғызылған. Сонымен қатар, ислам бізге Құдай тағаламен тұрақты байланыс орнатуға және оны жердегі өмірімізде барлық істеріміз бен бастамаларымызда көмекшіміз ретінде тануға көмектеседі. Ислам Құдайдан келген барлық пайғамбарларды мойындайды. Солардың ішінде Ибраим, Муса, Иса, Кришна, Будда, Конфуций және Зардүш те бар. Оларға Алланың сәлемі болсын. Біз олардың барлығын, сондай-ақ мұнда аты аталмаған көптеген басқа пайғамбарларды адамды жетілдіруге, рухани жаңғыртуға және оны Құдайға бет бұрдыру үшін туылған адамзат ұстаздары ретінде құрметтейміз. Ислам Құдай тағайындаған осындай барлық адамзат ұстаздарына құрмет көрсетуді бұйырады. Егер мұсылман кез келген діннің негізін қалаушыға құрметсіздік танытса, ол бұнысымен өзінің иманына нұқсан келтірер еді. Ол кез келген пайғамбардың есімін айтқаннан кейін, алейхиссалам, яғни оған Алланың сәлемі болсын деп, құрмет дұғасын қосып айтуға міндетті. Осылайша ислам дінаралық бейбітшілікті орнатады. 5 тірегі. Исламның 5 тірегі бар.
Біріншісі, кәлима, Құдайдың жалғыз екендігіне және Мұхаммед оның елшісі екендігіне сену. Екіншісі, сәлат, күнделікті 5 рет белгіленген уақытында оқылатын намаз. Үшіншісі, саум, Рамазан айында тұтатын ораза. Төртіншісі, зекет, белгіленген өлшемде жасалатын қайырымдылық. Бесіншісі, хадж, мүмкіндігі болған жағдайда өмірінде бір рет Меккедегі Алланың үйі Қағбаға қажылыққа бару. Қолданылмайтын сенім іске аспаған заң секілді. Тек қана сену жеткіліксіз, егер оны жүзеге асырмаса. Мұсылман өзінің іс-әрекеттері үшін осы өмірдегі және о дүниедегі жеке жауапкершілігін түсінеді. Әркім өз ауыртпалығын ғана көтереді. Ешкім басқа адамның күнәсін өтей алмайды. Негізін қалаушысы. Ислам пайғамбарлар арасында ешбір кемсітушілікке жол бермейді. Оның бар толықтыратыны ардақты Мұхаммед пайғамбар да саллаллаху алейхи уассалам ұлы ұстаз және Құдайдың хақ пайғамбары болған. Оның миссиясы күллі жаһандық және қорытынды миссия болғандықтан біз оны пайғамбарлар ішіндегі ең ұлысы деп санаймыз. Сонымен қатар біз одан кейін пайғамбарлық есіктің, жаратушы иемізбен байланыс орнату есігінің жабылмағанына сенеміз. Тек келетін пайғамбар эталон болған асыл үлгінің, яғни Мұхаммед пайғамбардың ізімен жүруі керек, саллаллаху алейхи уассалам. Тірі дін. Біздің қазіргі дәуірімізге де осындай куәгер берілді. Уәделенген Мәсіх Мәһди исламдағы Ахмадия жамағатының негізін қалаушысы Әзіреті Ахметтің тұлғасында бізге пайғамбар берілді. Оған Алланың сәлемі болсын. Оның бар міндеті күллі адамзатты исламға келуді аяғына дейін жеткізу. Сондықтан біз Әзіреті Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам хатаман набиин, яғни пайғамбарлардың мөрі деп санаймыз. Ешкім Мұхаммедке мойын сұнбастан адамзаттың рухани көшбасшысы, ұстазы бола алмайды. Ислам бұрынғы аңыздар мен ғажайып ертегілерге сенуді талап ететін өлі дін емес. Бұл қазіргі және болашақ ұрпаққа пайдалы, өмірге толы тірі дін. Бәрін білуші құдіретті Құдай тағала бүгін де оның жолында шын жүректен тырысатын адамдар үшін абсолютті тірі. Ол өзінің шынайы құлдарын мына 4 дәреженің бірінде ие болғызады. Олар пайғамбарлар, шыншылдар, шейіт болғандар мен салиқалылар. Бұл туралы Құранда былай делінген: ал кім Аллаға және осы елшіге саллаллаху алейхи уассалам бағынса, міне солар Алла нығметке бөлгендермен, яғни пайғамбарлармен, шыншылдармен, шейіттермен, салиқалылармен бірге болады. Олар неткен жақсы жолдастар. Қасиетті кітабы. Исламның кітабы қасиетті Құран. Бұл 14 ғасыр бұрын ардақты Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам түсірілген Құдайдың сөзі. Ол осы күнге дейін еш өзгеріссіз сақталған. Сансыз көп мұсылмандар бүкіл Құранды жатқа біледі. Басқа діндерге көзқарасы. Біз барлық пайғамбарларға сенетініміздей, барлық діндердің бастауы ақиқат болғанына да сенеміз. Бірақ уақыт өте келе, олардың шынайы ілімдері не ұмытылып кетті, не адамдардың жасанды сенімдерінің астында көрінбей қалды. Тіпті олардың кейбір ілімдері жергілікті, немесе уақытша мерзімге берілген ілімдер болған. Ал адамдар сол ілімдерге жаһандық дәрежені кейінірек берген. Біздің сеніміміз бойынша Құран тұрақты сипаттағы барлық хақ ілімдерді қамтып, өзінде сақтаған және оларды жаһандық маңызға ие қосымша ілімдермен қуаттайды. Осылайша ол бүкіл жер жүзіндегі адамдар мен халықтардың барлық қажеттіліктерін қанағаттандыра алады және алға қарай даму жолындағы шеруде оларға әрқашан көмектесуге дайын. Исламның кейбір ерекшеліктері. Әйелдерге тең құқықтар беру, олардың намыстары мен бостандықтарын қорғау, мәртебелерін арттыру арқылы әділ қарым-қатынас орнатты. Арақ-шарап, есірткі секілді мас қылатын заттардың барлық түрлеріне үзілді-кесілді тыйым салды. Барлық экономикалық мәселелерді шеше білді. Адамзатты асыл этика мен әдептілікпен байытты. Ғылым мен білімге ынталандырды. Келесі өмір. Исламға сәйкес өлімнен кейінгі о дүниедегі өмір жердегі өмірдің қисынды жалғасы.
жұмақ пен тозақ осы өмірден бастау алады. Жұмақ мәңгілік және шексіз, ал тозақ уақытша. Тозақ ауруханаға ұқсайды. Ондағы жанның жағдайы жақсарғаннан кейін ол жұмаққа барады. Жұмақ Құдаймен қуана қауышу бақытына толы шексіз өркендеудің күйі. Онда адамның бойына дарытылған зор мүмкіндіктері мен рухани қасиеттері дамиды. Адамның о дүниедегі күйі оның осы өмірінің рухани нәтижесінің бейнесі болмақ.